Hello, қалайсыздар? Бүгін біз жаңа сабақ бастағалы жатырмыз. Яғни Essential Grammar in Use деген кітаптан ағылшын тілі сабақтарын өтетін боламыз. Бұл кітап 114 юниттен тұрады, яғни 114 сабақ болады. Бұл A1, A2 уровеніне арналған. Бұл кітап жайында қысқаша айтып кететін болсақ, аты Essential Grammar in Use, Cambridge басылымы. Оның авторы Раймонд Мёрфи дейді. Ол Раймонд Мёрфи, яғни бұл қызыл кітап түсі, бірінші уровень ол қызыл кітап түсі. Оны қызыл Мёрфи деп атақты болып кеткен. Яғни бұл бестселлер кітап. Ішіндегі грамматикалардың жеткізуі әдемі жеткізілген. Айтып кеткенде 114 юниттен тұрады. Бірінші юнитте біз етістікті үйренетін боламыз. Бірінші тек шолып оқып шығайық. Содан кейін барып, асықпай талқылайтын боламыз. Бұйыртса. Бұл кітапта негізінде бұл жерде қыздың суреті тұр. Сол қыз өзі жайында бұл суретте таныстырып жатыр. My name is Lisa дейді. Менің есімім Лиза. Осы сөйлемде is деген сөз кездестірді. Мән беріп қойыңыздар. My name is Lisa. I'm American. I'm from Chicago. Мен американдықпын дейді. I'm American. Мен американдықпын. I'm from Chicago. Мен Чикаго қаласынанмын дейді. I'm a student. Мен студентпін дейді. I'm a student. My father is a doctor and my mother is a journalist. My father, менің әкем, is a doctor, доктор дейді. And және my mother, менің анам, is a journalist, журналист дейді. I'm not married. Мен күйеуге шықпағанмын. My favorite color is blue. Менің сүйікті түсім ол көк дейді. My favorite color, менің сүйікті түсім is blue, көк. My favorite sports are football and swimming. Менің сүйікті спортым are football and swimming. Футбол және жүзу. I'm interested in art. Мен искусствоға қызығамын. I'm interested in art. Осы өзін таныстырып жатқан қыздың айтып жатқан сөйлемдері байқасаңыздар am, is, a деген етістіктермен, солардың көмегімен сөйлемдер жалғанған. Бұл am, is, a деген ағылшын тіліндегі өте маңызды етістіктің бірі. Ол былай айтқанда сөйлемнің 90%-інде жүретін шығар. Енді осы ережені тереңінен қарап көрейік. Осы am, is, a деген ережені тереңінен қарап көрейік. Осы am, is, a етістігі, оны be етістігі дейді. Be етістігі, ол am, is, a етістігі. Am, is, a етістігі, ол be етістігі. Барлығы бір нәрсе. Бұлай айтқанда be сөзі, соның ішінде am, is, a бар. Сол am, is, a-ның, be-дің расшифровкасы am, is, a деп. Түсінсеңіздер ма? Жаңа басында айтып кеткенде ол көп сөйлемдерде кездеседі. Мысалы, what's your name дегендегі is, how are you дағы a, I'm a doctor, сол кездегі am, осылардың барлығы осы be етістігі. Енді осы be етістігі, яғни am, is, a екіге бөлінеді. Яғни екіге бөлінеді дегенде оның ішінде екі мағына бар. Осы am келген кезде, кейбір кезде болу, являться деген мағынада келеді орыс тілінде. Ал кейбір кезде осы am, немесе s, немесе a бар, находиться, бір жерде бар деген мағынада келеді. Қазір түсінікті болады деп ойлаймын. Болу, являться деген мағынасындағы мысалдарды қарап көрейік. Қазақ тілінде біз мен ұстазбын дейміз. Орыс тілінде я учитель дейміз. Кейбір кезде мен боламын ұстаз деп айта аламыз. Немесе я являюсь учителем деп орыс тілінде айта аламыз. Я учитель деп те айта аламыз. Я являюсь учителем деп те айта аламыз. Енді ағылшын тілінде қалай болатынын қарап көрейік. I teach. Егерде I teach деп айтатын болсақ, ол ағылшын тілінде дұрыс емес. Ағылшын тілінде былай сөзбе-сөз айтқанда мен боламын ұстаз, немесе я являюсь учителем деп осы am, болу, являться дегендегі мысалды ортасына қоямыз, қою керекпіз. Тағы мысал келтіріп көрейік. Мен дәрігермін.
мен боламын дәрігер. Я доктор. Я являюсь доктором. I doctor. Бірақ I doctor деп ағылшын тілінде айтылмайды. Ағылшын тілінде мен боламын доктор деп айту керек. I am doctor. I am a doctor. I'm doctor. Бұл жерде артикльді келтірген жоқпын. Себебі алаңдатқым келген жоқ. Оны алдағы сабақтарда бұйыртса өтетін боламыз. Енді осы am is аның екінші мағынасын қарайық. Екінші мағынасы бар, находиться деген. Мысалы, мен мындамын. Мен бармын, мындамын. Мысалы, немесе я здесь. Я нахожусь здесь. I here. Бірақ I here деген дұрыс емес. I am here. Мен бармын мында. Я нахожусь здесь. Осы бармын, нахожусь деген am етістігі міндетті түрде болу керек. Екінші мысалды қарап көрейік. Мен емханадамын. Мен бармын емханада. Я в больнице. Я нахожусь в больнице. I in hospital деп айтатын болсақ, мен больницадамын деген ол дұрыс емес. Мен бармын, я нахожусь деп міндетті түрде ағылшын тіліне қосу керек. Яғни I am in hospital. Осы ағылшын тілінің логикасы, оны сөгіп керек емес, қызық қой, оны айта салса болады ғой, айтпай қойса да түсінікті ғой деген сияқты сөздерді айтып керек емес. Әрбір тілдің өзінің логикасы бар. Осы нәрсені қабылдау керексіздер. Енді осы am is аның екі мағынаны білгеннен кейін тағы бір осыған қатысты ережелерді үйреніп көрейік. I, мен деген, he, ол деген, он, she деген, ана деген, әйелдегі, it деген, оно. Малдарға, иттерге, жануарларға қолданады. It, оно. We деген, біз деген, you деген, сен, немесе сендер, they деген, олар деген. Осы қай сөз сөйлемде келеді, соған байланысты am is a өзгеріп келіп тұрады. Am is a деген үшеуі осы бір мағына, бір нәрсе, бірақ осы he, she, I, немесе we, you, солардың келуіне байланысты осы сол сөзге сай болғаны келу керек болады. I, мен дегенге am келеді. I am. I'm a doctor. Мен доктормын. I'm a teacher. Мен ұстазбын. Ал he, she, itға өзіндік is келеді. Мысалы, he am деп айтпаймыз. He are деп айтпаймыз. He is деп айту керекпіз. Міндетті түрде he-ден кейін is келу керек. Мысалы, he is a doctor. Ол доктор. He is a teacher. Ол ұстаз. She деген ол, ана. Әйел тегіне айтылады. She is a doctor. Ол доктор. She is a teacher. Ол ұстаз. It is келеді. Itпен де is келеді. We деген біз. Біз ол a-мен келеді. We are. We are a doctor. Біз доктормыз. We are a teacher. Біз ұстазбыз. You деген сөз екі мағынада қолданады. You деген сен бір адамға, немесе you сендер. Сендер көп адамға. Осы you'ды қолданады. You are doctor. Сен докторсың, немесе сендер докторсыңдар. You are teacher. Сендер ұстазсыңдар. Енді осылай I am деп айтуға болады, немесе I am деп айтуға болады. He is деп айтуға болады, немесе his. She is деп айтуға болады, немесе she's. It is its. We are we're. You are your. They are their. Мысалы, ағылшындықтар қысқаша сөйлейді. Сөздерді қатты қысқартады. Бірақ біздер де сөйтіп қысқартамыз. Мысалы, келе жатырмын деп айтып отырмаймыз. Кетірім. Даже ж әрпі естілмейді. Кетірім. Мен кетірім. Мен келе жатырмын деп қазақтар әдетте көп сөйлемейді. Сол сияқты да ағылшындықтар да осылай қысқартып сөйлейді. I'm a doctor. Мен доктормын деген сияқты. Енді негатив. Осыны өтіп көрейік. Яғни болымсызға ауыстыру. Болымсыз айту үшін, мысалы, мен доктор емеспін, мен дәрігер емеспін деп айту үшін I'm not деген сөзді қосамыз соңына.
I'm not a doctor. I'm not a teacher. He is not. She is not. It's not. We are not. You are not. They are not. Осы немесе қысқаша he's not деуге болады, немесе he isn't деуге болады. Осындай екі түрлі қысқаша айтылуы бар. Енді осы кітапта келтірген мысалдарды оқиық. I'm cold. I'm cold. Мен тонып тұрмын. Cold деген салқын. I'm cold деген былай айтқанда мен салқынмын. Біздің тілмен аударатын болсақ, бірақ оларда мен тонып тұрмын деген мағынаны білдіреді. Назар аударып қойыңыздар. I'm cold. Мен тонып тұрмын. Can you close the window, please? Терезені жаба аласың ба? Деп айтып тұр. Жаба қоясың ба деп. I'm 32 years old. Мен 32-демін. Мен боламын 32-де. My sister 29. Менің апам 29-да дейді. Steve is ill. Steve ауырып жатыр. Ill деген ауру. Ол ауру. He's in bed. Ол кереуетте, кроватьта. He's in bed. My brother is afraid of dogs. Менің ағам ол иттен қорқады дейді. My brother is afraid of dogs. Мына картинкада қарайтын болсаңыздар, суретте ер адам иттерден қашып баратыр. I'm afraid of dogs деп сөйлеп баратыр. Мен иттерден қорқамын деп. Бұл сөйлемдегі келген сөздер afraid of деген қандай сөйлемдер, оны алдыңғы юниттарда өтетін боламыз. Қазіргі сіздерге білу керек болған нәрсе am, is, are қолданулары. It's 10 o'clock. You are late again. Сағат 10 болды. It is 10 o'clock. Сағат 10 болды. You are late again. Сен тағы да кешіктің. You are late. Сен кешіктің деген. Anne and I are good friends. Anne және мен жақсы достармыз. Your keys are on the table. Сенің кілттерің үстелдің үстінде. I'm tired, but I'm not hungry. Мен шаршап тұрмын, бірақ қарным аш емес. Tom isn't interested in politics. He's interested in music. Jane isn't a teacher. He's a student. Jane ұстаз емес, ол студент. Those people aren't English. They're Australian. Бұл адамдар ағылшындық емес, бұлар австралияндықтар. It's sunny day, but it isn't warm. Қазір күнді, солнечный, яғни күнді күн, бірақ ыссы емес. Шуақты күн, бірақ ыссы емес. Енді that, the, here деген сөздерге осы етістік қосылатын қарап жіберейік. Ол алдыңғы уақыттарда осы here, there дегендер алдыңғы юниттарда тереңіндірек келетін болады бұйыртса. That's, that is, there's, there is, here's, here is. Thank you, that's very kind of you. Рахмет, бұл сен жағынан бұл жақсылық. Это так мило с вашей стороны деген сияқты орыс тілінде айтады. Look, there is Chris. There is деген бұл бар, осы жерде деген мағына. Ол алда тереңінен келетін болады. Сондықтан бұл жерде қатты қозғамай-ақ қояйық. Here is your key. Бұл сенің кілтің. Мысалы, картинканы қарайтын болсақ, қызға reception кілтті ұсынып жатыр. Here is your key. Бұл сенің кілтің деп. Thank you деп айтады. Осымен сабағымыз бітті. Осы сабақтағы білу керек болған маңызды нәрсе am, is, are деген етістікті жаттап алу, оның екі мағынасы бар екенін білу. Алда әлі бұйыртса талай қызықты сабақтар күтіп тұр. Тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Бай-бай.